Бүгін біз үй жағдайында зиянсыз, красительдерсіз, қоспаларсыз чипсы дайындаймыз. Ол үшін бізге картошка, малдың майы және әртүрлі дәмдеуіштер керек. Картошканы жұқа теркадан өткіземіз. Үстіне су құйып, крахмалынан ажырау үшін 15-20 минутқа қойып қоямыз. Картошканы алып, салфетка немесе полотенцеға суынан айырыламыз, құрғатып. Майдың үстіне сарымсақ, паприка, куркума, кез келген қалауыңызша дәмдеуіштерді қосып араластырамыз. Картошканы үстіне салып, барлығын араластырамыз. Қызып тұрған табаға картошкамызды қызарғанша қуырып аламыз. Чипсымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.